Қазақстан премьер-министрінің орынбасары, сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді Украинадағы жағдайдан кейін ядролық қаруға тыйым салу керектігін айтты. Ол Лейте газетінде шыққан мақаласында Украина аумағында болып жатқан қазіргі әскери жанжал, ядролық жағынан қарулануға қайта оралу мен ядролық соққы қолдану жөнінде бір-біріне қоқан-лоққы жасау бізді адамзаттың ең осал тұсы мен ажал оғын себетін бұл қаруға тыйым салу мен жою мәселесі туралы бұрынғы қай кездегіден де тереңірек ойлануды талап етеді деп атап өтті. Оның айтуынша, Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Антонио Гутерриш атап өткендей, бүгінде бүкіл дүние жүзінде 13.400-ге жуық ядролық оқтұмсық бар. Сол себепті ядролық қаруды қолданудың мүмкіндігі шындыққа айналатындай кез келді. Рамблер.ру хабарлауынша, Мұхтар Тілеуберді 2022 жылғы 21-20 маусым күндері Венада ядролық қару саласына қатысты тарихи оқиға, ядролық қаруға тыйым салу туралы келісімшарт елдерінің бірінші кездесуі өткелі тұрғанын еске салды. Біз ядролық державаларды қоса отырып, барлық мемлекеттерді Біріккен ұлттар ұйымының 100 жылдық мерекесіне 2045 жылға дейін ядролық қаруларды кезең-кезеңімен толық жою жоспарын жасауға шақырамыз. Бұл мақсатқа жету жолындағы ұсыныстар мен келіссөздер бірінші конференцияның қорытынды құжаттарынан көрініс табады, деді ол өз мақаласында. Оның айтуынша, Қазақстан бұл ізгілікті істің соңында жетудің жолында амбициялық мақсаттардан құралатын саяси және техникалық кедергілердің көп болатынын жақсы түйсінеді. Енді бұл бағыттағы практикалық жұмыстарға кірісу қажет деп есептейміз, деді сыртқы істер министрі соңынан.